Қайырлы түн бәріңізге. Берекелі түн нөмір 2. Сіздермен оратор мотиватор, психолог Алмас Ақын. Үлгермедіңіздер ғой дейме жазып. Қайырлы түн, қайырлы түн. Сонымен біз жаңа әңгімемізді қай жерден тоқтаттық? Еске түсірсеңіздер. Әзірел періштеге келдік қой біз, Әзірел періштеге. Жәбірелді айттым. Әзірелді айтып жатырмыз. Сөйтіп Әзірел періште жаңа ана адамның бойындағы тәнінен, денесінен рухын суырып алады. Сөйтіп, жақсы адамның рухын керемет, нұрлы көрпеге орайды, иісі керемет. Сөйтіп, оны жоғары көтере бастайды, Алланың алдына апарады. Сол кезде әр қабаттан өтеді, әр 7 қабаттан өткен сайын, қасындағы періштелер айтады, не деген керемет иіс мынау? Кімнің ұлы, кімнің қызы бұл деп. Сонда барлық періштелер айтқан, бұл пәленшенің ұлы пәленше, пәленшенің қызы пәленше. Абыройын көтереді ғой, алақанға салып абыройын көтереді. Не деген адам мынау, не деген керемет рух мынау. Қандай керемет деп. Кім екен бұл, кім деген дейше. Сөйтіп, сондай бір дәрежемен көтереді оның дейін. Сөйтіп, оның есімін нығметке бөленгендердің, бақытқа бөленгендердің қатарынан жазып қояды. Ал керісінше жаман адамның, сауабынан күнәсі көп адамның рухын ашумен алады, қинап алады. Сол кезде оның рухын сондай бір тікеннен, жаман иістен жасалған көрпеге орайды. Сөйтіп оны жоғары көтереді. Түу, не деген сасық, не деген жаман адам деп жол бойы періштелер айтады оған. Бұл пәленшенің ұлы пәленше, пәленшенің қызы пәленше деп жамандайды. Жоғары көтерген сайын керісінше оның абыройын түсіре береді. Сөйтіп, бірінші қабатқа келген кезде бұл кім деген кезде пәленшенің ұлы пәленше дейді, немесе пәленшенің қызы пәленше. Жоқ, бұған рұқсат жоқ, ары қарай кіруге дейді. Сөйтіп, оның есімін ең төмендегі жазылатын есімдердің қатарына, бақытсыз адамдардың қатарына жазылады. Сөйтіп, оның рухын тастап жібереді жерге қарай. Тікелей қабірге барады. Сөйтіп, ары қарай жақсы адамның рухының жатқан жері қабіріне жәннаттың есігін ашып қояды. Жаман адамның жатқан жеріне, қабіріне тозақтың есігін ашып қояды екен. Жақсы адам армандайды екен, тезірек ақыр заман болса екен, тезірек жәннатқа кірсем екен. Өйткені ар жақта сезіп тұр ғой, не күтіп тұрған. Ал жаман адам болса керісінше, я Алла, ақыр заманды келтіре көрме. Оны соз, мен тозаққа кіргім келмейді. Одан кейін адамдар 40 қадам кеткеннен кейін, жерлейді ғой. Жерлеп болғаннан кейін, біраз уақыттан кейін 2 періште келеді. Қандай періштелер келеді, жазыңыздар. Адамды жерлеп болғаннан кейін қандай 2 періште келеді? Біраз нәрсе біледі екенсіздер, сіздер молодцы, мен риза болып отырмын. Жарайсыздар. Қандай 2 періште келеді адамды жерлеп болғаннан кейін? Жаңадан қосылып жатқан кісілерге қош келдіңіздер. Бүгінгі берекелі түнге қош келдіңіздер. Берекелі түн 2 эфирі. Мұнкар, накер, дұрыс. Мұнкар мен накер деген 2 періште келеді. Бұл қандай періштелер білесіздер ме? Бұлар есеп сұрайтын, сұрақ қоятын періштелер. Бұл періштелер не істейді?
Бұл періштелер жаңа адамды тұрғызып қояды, отырғызып қояды. Сөйтіп сұрақ қояды. Раббың кім дейді. Қазір сіз жауап бере аласыз ғой. Раббың кім деген кезде, менің Раббым Алла. Жақсы. Сенің пайғамбарың кім дейді. Мұхаммед дейсіз, саллаллаху алейхи вассалам. Кітабың не? Кітабың қандай? Құран. И солай сұрақтарды бірінен соң бір сұрақ қоя береді, сондай сұрақтар. Одан кейін сосын өмірдегі жасаған әрекеттерге көшеді. Саған Алла тағала көз берді. Қайда қолдандың? Саған қабілет берді. Қайда қолдандың? Саған ақша берді. Қайда қолдандың? Саған көлік берді. Қайда қолдандың? Қандай жолда қолдандың? Мынандай. А мына жерде сен неге пәрі бересің? Енді мына мәселені шешу керек болды ғой. А ол мәселені пәрі бермей шешуге болмайтын ба еді? Болатын еді. А неге олай шешпедің? Қандай құқығың бар сен пәрі беруге? Жауап жоқ. Ендеше мә дейді. Олардың біреуінде үлкен балға болады. Балға. Онымен ұрған кезде шаш шіреді екен ғой. Адамның басын шаш шіреді жан жаққа. Аяқтан ұрады, қолдан ұрады дейді. Сөйтіп айтады енді. Бірақ дейді, ана сондай сұрақтардан, қатал сұрақтардан қорғайтын адамның телоохранительдері болады екен. Оққағарлар болады екен. Білесіздер ме қандай? Ол сіздің дәл қазір осы Рамазан айында ұстап атқан оразаңыз сізді қорғайды. Тұра тұрыңдар. Бұл кісі 30 күн бойы мені ұстады. Сондықтан тұра тұрыңдар, кішкене сабыр етіңдер. Қазір жауап береді деп сізге көмектеседі. Сосын мына жақтан намазыңыз келеді. 5 уақыт намазыңыз. Таң намазы, 5-ін, 2-ін, ақшам, құптан оқыған намаздарыңыз сізді қорғайды жан жағыңыздан. Егер жауап бере алмай жатсаңыз. Сосын садақаңыз келеді, зекетіңіз келеді, қажылығыңыз келеді, мейіріміңіз келеді, біреуге жаңа мейірім көрсеткен болсаңыз. Сөйтіп сізді жан жағыңыздан қорғай бастайды да, сіздің сұрақтарға оңай жауап беруге көмектеседі. Қорықпай, сасқалақтамай, қобалжымай жауап беруге көмектеседі. Түсіндіңіз ба? Иманыңыз тұрады алдыңызда. Сөйтіп, міне, сөйтіп екі періште кетеді. Білесіздер ғой, бір оқиға бар. Болған оқиға дейді. Рас па, өтірік па, бір Алла біледі. Бір өте сондай бір шейх дейді кейбір адамдар, біреулер сондай өте бай адам дейді. Ол өткен заманда болған. Соның бір жалғыз ұлы болады. Өте бұзық, өте сондай бір. Ал өзі жақсы адам болады да. Ал ұлы жаман болады. Ұлы сөйтіп бір нәрсені істеп жүріп өледі. Сонда әкесі іштей зарлайды. Ұлымның жағдайы не болады енді? Ақыретте не болады? Бір намазын дұрыс оқымай кетті, бір дұрыс сауапты іс жасамай кетті. Ойлаған тек қана мынау, істегенім мынандай жаман нәрсе. Деп іштей бір зар шегеді. Сөйтіп жаназасын шығарады, жерге көмеді. Сөйтіп бұл халыққа жария салады. Кімдегі менің ұлыммен бір түн түнесе қасымда, мен оған таңертең бір қап алтын берем дейді. Ойланбастан. Не үшін оны айтты? Ұлының жағдайын білгісі келді. Мұнкар мен накир келеді ғой, сол кезде қандай жағдайында болады, қандай сұраққа жауап береді дегендей. Сөйтіп жанына тағы бір көр қазып қояды да, сол адамды кім қалайды, соның қасында барып жатады.
сонымен бір өте кедей, тек қана бір жібімен, бір арқан жібімен, бір балтасы бар ғана орманшы жігіт орманнан ағаш шауып әкеліп сатады екен. Солай нәпақасын табады. Сөйтіп, бір түнде осыншама алтынға, ойлаңыз, $1,000,000 ғой, біздің айтқанда. $1,000,000 берем, мына менің баламның қасында бір түн жатсаң болды дейді. Өлген адам қайтыс болды, мейлі мен жатайын дейді. Сөйтіп сол жатады. Сонымен көміп тастайды. Тірі адамды өлген адамның қасына көміп тастайды. Қап-қараңғы, енді елестетіңіз, қасында қайтыс болған адам жатыр, аппақ неге оралып. Енді мен ойымша қорқпайтын адам жоқ деп ойлаймын. Кесел адамнан қорқады. Егер жүрегінде мынандай бір несі болмаса, мықты стержен болмаса. Сонымен бір уақытта қорқа бастайды адам. Құдай-ау, бір қап алтын үшін өліп кетпесек болды деп, тезірек таң атса екен деп көзін жұмған, тас жұмған. Ұйқы жоқ. Ол кезде білесіз ғой, уақыт өтпей қалады ғой. Бір уақытта дыбыс естіледі дейді. Бір нәрсе, біреулер келе жатыр. Біреулер айғайлап сөйлеп келе жатыр. Дуф деп. Сөйтсе жаңа екі періште екен. Мұнкар мен Накир екі періште екен. Келсе, ана жерде екі адам жатыр. Көрде. Екі адам жатыр. Біреу тірі, біреу өлі. Сонымен періштелер айтады, мына өлген адам бұл шайда қашпайды. Мына тірі адаммен сөйлесейік дейді. Не алып жатыр бұл жерде? Не үшін келді? Сөйтіп, олар мына тірі адамға сұрақтар қоя бастайды. Сен кімсің? Не алып жүрсің? Мен осындаймын. Мен осылай, жаңағыдай, менде тек қана балта ғана бар, және арқан бар дейді. Бұл балтаны қайдан алдың? Базардан. Қандай ақшаға алдың? Осындай ақшаға. Ол ақшаны қалай таптың? Қайдан таптың? Осылай таптың. Арқанды қайдан таптың? Осылай. Сұрадың ба? Иә. Ол арқанмен тағы не істедің? Сөйтіп, не керек? Осы арқанмен балтаның сұрағын таңға дейін сұрайды ғой. Таңға дейін сұрайды. Сосын таңертең жаңағы көрді қайтып ашады. Байдың қызметшілері. Жаңағы анау жігіт бет алды қарамай қашады. Астағфиралла деп қашады. Алтының да кетсін, көріңде кетсін, бәрінде кетіңдер деп, жаңағыдай Құдайға шүкір деп шықтым ау деп қашады. Кейін артынан қуып жетіп айтады, не болды? Айтсайшы, түсіндірсейші. Саған міне бір түн өтті, не болды, не жағдай болды? Байдың бір қап алтын ал дейді. Сонда айтады ғой жігіт, осындай болды. Мына бір қолымдағы арқан жіппен бір балтаға жауап бере алмай тұрғанда, есебін дұрыс бере алмай тұрған кезде, бір қап алтынға мен қалай есеп беремін? Қой мына алтынды, рахмет, маған әзірге керек емес деп алмай қойды ол алтынды. Шок қой енді. Сонда түсінеді ғой. Сол жігіт түсінеді. Мына дүниедегі әрбір нығмет үшін ертең артында сұрауы бар екен. Сөйтіп, сол күннен бастап ол жігіт саналы түрде өмір сүре бастайды. Саналы түрде сөздерін айта бастайды. Өйткені біз, мысалы, біреудің сыртынан бір нәрсені айтып қоямыз. Сол кезде ертең сұрайды ғой бізден, ей, Алмас, сен білесің бе? Ана досыңның артынан былай айтқаныңды. Иә, сенің қандай ондай құқығың бар өйтіп айтуға? Қалай өтейсің ол жазаңды? Аяғыңды сындырайық па, әлде сауаптан бересің бе? Сауаптан берейін. Сөйтіп сауаптарды бере береміз. Таудай сауаптарымыз бір күні жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан мұсылман үшін, дейді ғалымдар, сауап жинау
қиын емес, бірақ сол сауапты сақтау қиын дейді. Сондықтан сіздерге сабақ болсын деп айтып жатқан дүнием ғой енді. Дұрыс түсініңіздер. Окей? Қадір түнінде, берекелі түнде осындай пайдалы әңгіме айтайық. Алмас ұстаз, депозитке ақша салу күнә ма дейді. Жоқ, депозитке ақша салу күнә емес. Депозиттен түскен процентті жеу, қолдану күнә. Сондықтан депозитке ақшаны салып сақтай беріңіз, бірақ үстінен түсетін процентті өзіңізге қолданбаңыз. Оны сол түскен процентті қарызды жабуға болады. Егер сіз біреуге қарыз болсаңыз, сол қарызды жабыңыз. Кредитің болса, кредитіңізді жабыңыз. Салық төлеуге болады, салық. Жеке бас салығы немесе анау жаңағы әр 90 сайын төлейтін салық бар, егер кәсіпкер болсаңыз, немесе әр 6 айлық төлейтін салық бар. Немесе штраф дейді, айыппұлдар төлеуге болады. Және жай әшейін қайырымдылық ретінде, садақа ретінде беруіңіз болады. Бірақ ол садақа кірмейді дейді кейбір ғалымдар. Ода ешқандай сауап та болмайды, күнә де болмайды. Просто бере саласыз біреуге. Бір қайырымдылық қорға аудара саласыз. Сондықтан да ойбай менде мына жоқ, ойбай менде ана жоқ деп өкінбеңіздер. Айналайын құрметті менің әріптестерім, қарындастарым, ағаларым, әпкелерім, інілерім. Ойбай менде $1 миллион жоқ, ойбай менде Land Cruiser жоқ деп өкінбеңіздер. Өйткені Алла тағала қайырлысын ғана сізге береді да. Егер сізге Land Cruiser бермесе, ол не үшін бермей жатыр? Ертең оның сұрағына жауап бермеуіңіз мүмкін деп бермейді да. Сондықтан Алла тағала тек қана көтере алатын жүкті береді сізге. Көтере алатын сынақты береді. Көтере алмайтын сынақты бермейді сізге. Түсініңіз ба? Сондықтан қандай жағдай болса да риза болсаңызшы. Риза болыңыз. Сезініңіз. Сезініңіз. Үйіңіз бар ма? Сезініңіз, міне менің үйім бар. Шүкір. 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 6 бөлмелі үйім бар. Шүкір. Альхамдулилlah. Сөйтіп көбірек қолыңыздағы бар нәрсеңізбен, біліміңізбен, қабілетіңізбен, талантыңызбен жақсылық жасауға тырысыңыз. Тырысып бағыңыз, жарысыңыз. Құранда көп айтады. Жақсылық жасаумен жарысыңдар дейді. Жақсылықпен жарысыңдар дейді. Жинаумен емес. Мынандай сүре бар. Хумаза, Әл-Хумаза деген сүре бар. Әлде Әл-Қориға ма? Жоқ, Хумаза болу керек. Такассур. Әл-Такассур деген сүре бар. Қай сүре нөмірін есімен шығып тұр. Сонда Алла тағала былай айтады. Сондай бір адамдар болған, қауымдар болған кезінде, арабтарда, олар дүниемен жарысқан дейді. Менде мынанша мың жылқы бар, мынанша мың қой бар. Кәдімгідей адамдар жарысқан екен. Менде 4 әйел бар мысалда, бірінен соң бірі әдемі. Менде мынандай күшті коттедждерім бар деп жарысқан. Тіпті дейді, анау қабірінде ата бабасы көмілген қабірін ашып, соны санайтын болған ғой. Міне біздің ата бабамыз мынандай болған деп дәлелдеу үшін. Солай жарысқан екен. Олай жарыспаңдар дейді. Бізге солай түсіндіріп жатыр да. Жақсы, сауапты іспен жарысыңдар дейді. Жақсы, сауапты, ізгі істермен жарысыңдар. Алейкум ассалам.
Сонымен Әзірел періштені бітірдік. Солай ма? Эл Капитал, оны мен білмейді екенмін. Шайтаннан қорқам, өмірде шайтан бар ма дейді. Конечно, шайтан бар ғой, Құранда жазылған ғой. Шайтан сендердің ең үлкен дұшпандарың дейді. Шайтан сендердің ең үлкен дұшпандарың. Өйткені ол сөз берген Аллаға. Мен сендердің, Аллаға айтқан ғой, мен сенің сондай бір сүйіп жаратқан құлдарыңды, сүйіп жаратқан жаратылысыңды оң жағынан, сол жағынан, алдынан, артынан келіп арбаймын дейді. Арбаймын, адастырамын, шатастырамын дейді. Сонда Алла тағала айтады, ендеше солармен бірге қосып мен сені тозаққа лақтырамын дейді. Ал маған иман келтірген адамдарда сен оларға күшің жетпейді, сен оны арбай алмайсың дейді. Сондықтан шайтаннан қорғанудың өзінің амалдары бар. Қай уақытта адам шайтанға кіреді? То есть қай уақытта адам шайтанның айтқанын істей бастайды? Өзін біреумен салыстырған кезде және тәкаппарлығы артқан кезде. Бұл шайтаннан келетін мінез құлықтар. Әмин, сізге де қабыл болсын. Шайтан, жын, іблістің айырмашылығы не дейді? Ібліс бұл ең шайтандардың королі. Шайтан сол іблістің әскерлері. Оларда кәдімгідей бөлінеді. Ал жын бұл шайтан оттан жаратылған болса, жын түтіннен жаратылған. Айырмашылық суда. Жынның екі түрі болады. Мұсылман жындар, кәпір жындар. Темекі шеккен кезде дәрет бұзылмайды. Темекі шеккен кезде дәрет бұзылмайды. Жанжал бар жерде, дау бар жерде шайтан келеді. Ол жерден періштелер қашады. Пайтан деп айту керек деп естіген дейді. Айырмашылық жоқ. Просто оның атын айтқан кезде аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтыңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иә, болады. Депозиттің процентін бауырыңыздың кредитін төлеуіңізге болады. Сонымен келесі үшінші періштеге ауысайық. Үшінші періште бізде бұл Микаил періште, яғни бүкіл табиғат заңдарын басқаратын періште. Жауын, қар, жел, жер сілкінісі мысалда, таулардың қимылдауы, теңіздердің тартылуы, қайттан жаңағыдай көбеюі, кешегі мысалы Мақтааралда болған оқиға, соның барлығы Микаил періштенің басқаруымен жүзеге асады. Әрине Алланың үкімі арқылы жүзеге асады. Алла үкім береді, бұйрық береді, Микаил періште соны жүзеге асырады. Білесіздер ме? Жер бетінде жел болмаса дейді, жердің беті бір күннің ішінде сасып кетеді екен. Желдің пайдасы, самалдың пайдасы. Мына жердің бетіндегі бүкіл тіршіліктің үйлесімділігі керемет нәрсе. Шегіртке, құс, қасқыр, аю барлығы сондай бір эко жүйені қалыптастырып жатқан бір дүниеде, бәрі бір-бірімен байланысты. Жарғанат мысалы, жарғанаттың не пайдасы бар дейміз ғой? Пайдасы өте көп, ол масаларды жеп тастайды. Жарғанаттар түнде шығады да масаның бәрін жеп қояды. Егер жарғанат болмаса, маса қаптап кетеді. Көрдіңіз ба? Жылан не үшін керек дейміз ғой мысалы? Ол адам шағады ғой, өлтіреді ғой. Жоқ, жылан болмаса, сол елді мекенді крысалар,
егеу құйрық дейміз ғой. Тышқандар көбейіп кетеді. Үйіңіздің астын тесіп тастайды сосын. Бәрі бір-бірімен байланысты. Осының барлығын басқаратын осы Микаил періште. Сондықтан Микаил періштеге рахмет деп қойыңыздар. Бәрін жаңағыдай басқарып отырған. Неге Құран кітапта біздерді жазады? Өте жақсы сұрақ. Алла біреу ғой, неге Алла Тағала бізді жазады? Өйткені Алла Тағала ол сол біз деп айту арқылы өзінің құдіретін көрсетіп жатыр. Өзінің сондай шексіз құдірет иесі екенін көрсетіп жатыр. Микаил періштені бітірдік. Енді келесі төртінші басты періште бұл Исрафил періштесі. Исрафил періште сұр дейді, үрлеуші періште. Сұр дегеніміз бұл Исрафил періштенің өзінің бір құралы болады. Оны орыс тілінде дудка дейді. Алла Тағаланың бұйрығымен ақыр заман келген кезде соны үрле дейді. Сол сұрды үрлеген кезде ақыр заман орнайды. Ақыр заман келеді. Жердің беті тас талқан болады. Жер өзінің қойнауындағы бүкіл дүниесін бетке шығарады. Сондай қатты жел болады. Таулар тозаңға айналып кетеді. Жердің беті теп-тегіс болады екен ғой. Бүкіл жарылыстың бәрі өледі. Періште, жын, шайтан, адамзаттың барлығы, жан-жануар, табиғат, бүкіл жаратылыс. 18 мың ғаламның ішіндегі барлық нәрсе өледі. Тіпті соңында Әзірейіл періште қалады да, енді Әзірейіл періште ғой, бәрінің рухын алатын, бәрін өлтіретін. Сосын Әзірейіл періште өзін өлтіреді. Сонда айтқан бір сөзі бар. Өлу процесі оңай процесс емес екен. Бұны мен білген кезде жақсы адамдардың рухын одан да жақсы қылып алатын едім ғой дейді екен. Сөйтіп бүкіл жаратылыс өледі. Тек қана бір Алла ғана қалады. Бірінші сұр үрлеген кезде. Енді бұның барлығы қызық негізінде. Сосын Алла Тағала айтады, ал кім бар өзін жаңағыдай кезінде тәкаппар санаған, құдаймын деп санаған, айтыңдаршы, кім бар деген кезде ешкім айта алмайды. Жоқ қой өйткені. Жоқ. Енді сосын Алла Тағала Исрафил періштені тірілтеді. Сөйтіп оған екінші рет бұйрық береді. Екінші рет сүріңді үрле дейді. Екінші рет үрлейді. Сол кезде қайтадан барлығы тіріледі. Барлығы тіріледі. Жан-жануарлар, адамзат, адам атадан бастап ең соңғы қайтыс болған адамға дейін барлығы тіріледі. Енді қаншама миллиард адамдар ғой. Сөйтіп махшар деген алаңға жиналады. Махшар алаңы дейді. Енді бұл жерде ғалымдар жердің беті деп айтады біреулер, жоқ, ол жердің беті емес, ол бөлек әлем дейді. Мүлдем бөлек әлем дейді. Сол махшар алаңына адамдар сүйек болып қалған сүйектер жиналып, мысалы біреулер жанып кеткен, біреулер жарылғандар бар да, сүйектер жоқ қой, бірақ сегіз көздің түбінде тұратын мынандай тұқым секілді сүйек, сол өлмейді екен, сол жанбайды екен. Содан біз жаймен сүйектер қалыптасып, сосын қанқа, сосын ет, сөйтіп қайттан өзіміздің түр әлпетімізге келеді екенбіз. Бірақ тура дәл қазіргі түр әлпетіңіз болмауы мүмкін. Былай айтады ғалымдар. Мына өмірде қалай өмір сүрдіңіз?
сондай түр әлпетпен оянады екенсіз. Сондай түр әлпетпен сізде қайттан жаратылыс пайда болады. Егер мынау өмірде көп андай өсек айтқан, ғайбаттаған адамдардың тілі 20 метр, 30 метр созылып кетеді екен. Тілін сүйретіп жүреді екен. Сонда адамдар анаған қарайды екен де, мына адам қоймапты ғой, ел жұрттың бәрін артын тіміскілепті ғой дейді. Өсекті жіберген екен ғой дейді. Тәкаппар адамдар жаңағыдай өзін біреуден жоғары санайтын, оларды керісінше титтей құмырсқа сияқты тітірледі екен. Ана адамдардың аяғынан жаңағы ойбай біз басылып кетпейік, жаңағыдай астында қалып қоймақ деп жүреді екен. Ал анау енді бетін аулақ қылсын, зина жасайтын адамдар, зина, некесіз қарым-қатынаста жүретін адамдар, олардың мына жыныс мүшесі ұзын болып кетеді екен ғой. Ұзын болып кетеді екен жыныс мүшесі. Оны әр адамдар оны таптап жүреді екен. Таптаған кезде ауырады ғой, дұрыс па? Сол кезде түсінеді екен да, мына сөйткен екен деп. Сондай немен тіріледі. Ал мына өмірде намаз оқыған адамдар шынайы да, Алланың разылығы үшін деп. Олардың жүзі, қолдары, білектері, аяқтары нұрланып тұрады екен. Өйткені дәрет алады ғой. Мына кісілер намаз оқыған деп түсінеді екен. Құран жаттаған адамдардың, немесе Құран жаттатқызған адамдардың басында тәж болады. Тәж болады. Нұрдан жасалған тәж болады. Мына кісі сондай әулие екен ғой деп қаласыз. Сосын 7 түрлі адам болады. 7 түрлі адамдар, олар мүлдем ол жерде болмайды. Олар Алланың панасында болады. Алланың көлеңкесінде болады. 7 түрлі адам. Сосын тағы бір адамдар болады. Жаңағы құс сияқты ұшып жүреді. Құс сияқты аспанда ұшып жүреді. Сондай адамдар болады. Оларға қанат бітеді, ұшып жүреді кәдімгідей. Адамдар тыржалаңаш, барлығы тыржалаңаш. Сонда пайғамбарымыздың әйелі сұрақ қояды ғой, Алла, сонда қалай олар тыржалаңаш, бір-біріне ұялмайыз деген кезде, жоқ, оларға ұят жайлы ойлауға мұршасы болмайды дейді. Өйткені олардың бүкіл ойы, о дүниеде мен не істеп қойдым, не жинадым, не істедім деген оймен, уайым мен қайғыға беріліп кетеді екен. Біреулер соншалықты уайым қайғыға берілгені, терлеп тұрған жеріндегі терге бата бастайды екен. Соншалықты тер қатты бөлінеді, анау тізеге дейін сол өзінің терісіне шомылады екен. Біреулер белге дейін шомылады, біреулер нерге дейін шомылады, біреулер нерге дейін шомылады екен. Тері ағып жатыр, қатты ағады. Біреулер нерге дейін шомылады, әйтеуір сондай дейді. Міне осындай дүниелерді сосын бір уақытта уже есеп қисап болады. Бірінші жан-жануарлардың есеп қисабы жүреді. Мысалы, бір сиырды сүзіп майып келтірген болса, анау зардап шеккен сиырдың ақысын алып береді екен Алла Тағала. Сөйтіп әр жан-жануардың ақысын алып берген екен, олардың барлығын күлге айналдырып жіберді. Содан кейін адамдар ойлайды ғой, осы сиыр болып жаратылғанда ғой, ең болмаса күл болып айналып кететін дейді екен ғой. Өйткені жан-жануарларды тозаққа кіргізбейді, немесе жәннатқа кіргізбейді. Сөйтіп адамдардың амал дәптерін бере бастайды. Амал дәптерімізді біз осы өмірде жазамыз. Әрқайсымыздың күнделік дәптеріміз. Оң жағымызда, сол жағымызда екі періштеміз болады. Оң жақтағы періште біздің супер, жақсы, керемет амалдарымызды, сөздерімізді жазып отырады. Сол жақтағы періште біздің жаман сөздерімізді, жаман амалдарымызды жазып отырады. Түсіндіңіз ба? Сосын сол екеуін біріктіреді, үлкен кітап болады. 99 кітап болады дейді енді.
кейбір ғалымдар. Оның бір кітаптың үлкендігі сіздің көзіңіз қай жерге жетеді, сондай үлкен болады екен. Енді ойлаңыз, күніне сіз қанша сөз айттыңыз да, соның бәрін өтен-өтесін жазып жатыр. Қанша амал жасадыңыз, соның бәрін жазып жатыр. Сол кезде сол адамның кітабын періштелер әкеле бастайды, әр адамның кітабын. Егер алдынан әкеп берсе, және оң жағынан әкеп берсе, онда ол адамның қуанышында шек болмайды. Айғайлайдан жерде, міне, мен сенген едім, мен білген едім ақыреттің болатынына, жәннаттың бар екеніне, тозақтың бар екеніне сенгенмін, білгенмін, соған амал жасадым, мінекей оң жағынан алдынан келді деп қуанады екен. Ондай адам жәннатқа кіреді деген сөз. Гарантия жәннат. Ал сол жағынан сосын артынан берілгендер оларға қайғы, қасірет. Оларға уже тозаққа жіберіледі деген сөз. Сөйтіп бәрін есеп қисабы беріледі, кітабын береді, қайта жаңағыдай. Былайша айтқанда, университетте 4 жыл оқыған кезде сізге диплом береді ғой. Көк диплом, қызыл диплом, сол сияқты сізге мына өмірдегі жасаған амалыңызға сәйкес дипломдарыңызды береді. Сол дипломды аласыз да, сосын жүгіресіздер. Бәріміз жүгіреміз, қыл көпірден өтеміз. Ona Sırat köprü дейді. Қылдан жіңішке, қылыштан өткір дейді оны. Қыл көпірден бүкіл адамдар сол өтуге тырысады. Қыл көпірден өткен адам періштеге кіреді, жәннатқа кіреді. Өте алмағандар тозаққа түседі. Тозақтың 7 деңгейі болады. Төмен қарай кетеді. 7 қабаты болады тозақтың. Жәннаттың 8 есігі болады. Жәннаттың 100 деңгейі жоғарыға кетеді. Тозақтың 7 есігі болады, жәннаттың 8 есігі болады. Мына біз 7 нан пісіреміз ғой. Сол қазақтың дәстүрінде қалыптасқан нәрсе, не үшін 7 нан? Ана 7 нан тозақтың 7 есігіне қақпа болсын деп пісіріледі екен. Сондай ниетпен пісірілген ғой. Сол жаңа Сырат көпірінен адамның барлығы өтуге тырысады. Бірақ ол қап-қараңғы болады екен. Сырат көпірі қап-қараңғы болады, ешнәрсе көрінбейді. Кімде қандай иман, сол иманмен ғана өтеді екен. Иман дәрежесімен өтеді екен. Кімнің иманы өте жоғары, олар найзағайдың жасалына біреу жел сияқты, біреу ат секілді, біреу түйе секілді, біреу тасбақа секілді өтеді екен. Кімде жарық жоқ, нұр жоқ, олар өте алмай біреулерге жармасады. Бірақ өкінішке орай олар құлайды екен. Құлайды да жаңағыдай тозаққа қарай лақтырылады екен. Одан кейін жаңағы Сырат көпірінен өткеннен кейін әр есіктің өзінің періштелері болады. Сөйтіп намаз оқығандардың есігі, ораза ұстаушылардың есігі, садақа бергендердің есігі. Сөйтіп шақырады, ей, ораза ұстағандар, келіңдер, мына есіктен кіріңдер, дейді. Сөйтіп есіктің алдында пәленше жылдар бойы битіп таң қалып тұрып қалады екен кейбір адамдар. Мәссаған, вау, не деген жәннат деп битіп таң қалып тұрып қалады екен. Жылдарға созылады. Просто тамсанып есігіне. Сондай достар. Айта берсек айта береміз. Осылай біз Исрафил періштенің қызметін бітіреміз. Исрафил періште 2 рет сүр өрлейді. Оның ең маңызды қызметі сол. 2 рет сол сүрді өрлеу болды. Эфирді сақтаймын. Сондықтан қорқудың керек емес. Болмайтын өмірлік проблемаға қорқып, шошып, ойбай анау сөйтіп жатыр, ойбай мынау бүйтіп жатыр, қарақытай жаулайын деп жатыр, коронавирус, анау, мынау. Жаныма 5 күн дүние. Бұл 5 күн дүниеде сіз көбірек ізгі амал жасап қалыңыз. Қолыңыздағы бар нәрсеңізбен жақсылық жасап қалыңыз. Болды. Тіліңізбен, қолыңызбен, сөзіңізбен,
жақсы нәрсе жасап қалыңыз, болды. Мүмкін 50 жыл береді сізге, мүмкін 100 жыл береді. Білмеймін ғой енді қанша жыл беретінін. Құдай сізге бір талант берді, қабілет берді. Соны ашыңыз, дамытыңыз, қолданыңыз. Өзіңізге, отбасыңызға, ең бірінші өзіңізге пайда әкелсін. Отбасыңызға пайда алып келсін. Сосын қоршаған әлемге, қоршаған ортаға пайда алып келсін. Мүмкін жақсы тігін тігетін шығарсыз. Мүмкін жақсы тамақ пісіретін шығарсыз. Мүмкін жақсы емдейтін шығарсыз. Сол арқылы пайдаңызды тигізе беріңіз. Түсіндіңіз бе? Сонда сіздің жүрегіңізде тыныштық болады. Уайым болмайды, ойбай, мына үйім не болады, ойбай, мына көлігім не болады, ойбай, мына жұмысым не болады деп. Оның барлығы уақытша, өткенше. Сондықтан қолыңызда бар нәрсені одан сайын гүлдендіруге тырысыңыз, одан сайын жақсартуға тырысыңыз. Вакцина балаларға салдыру керек пе? Конечно, салдыру керек. Салдыру керек. Ано чип тығады, оның бәрі далбаса. Болмайтын әңгіме. Ол бір чипті жаңағыдай салу үшін ол қаншама шығын. Менің ойымша, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы адамдарды зейінін солай басқарады. Зомби қылады. Бір ана отқа май құйғандай секілді. Пышылдап жібереді да, адамдар уам деп жатқан кезде мына жақтан қалтасынан ақшаны ұрлай береді дегендей ғой. Мына Фокус деген фильмді көріңіздерші. 2000 қай жылғы? 2018 ба, 2016 ма? Уилл Смит ойнайтын фильм Фокус деп аталады. Сол жерде мынау алаяқтар жайлы да, адамдардың фокусын бір нәрсеге аударады да, қалталарында ақшасын ұрлайды. Тура сол секілді, мына негативті ақпарат тура сол секілді. Сіз ойбай деп күйіп пісіп жатқан кезде, сіз уақытыңызды жоғалтасыз. Ал уақыт ол ақшадан қымбат. Сіз энергияңызды жоғалтасыз. Ал энергия бұл уақыттан да қымбат. Осы екі құнды нәрсені жоғалтып аласыз. Ойбай деп жаңағыдай бір нәрсені, болмайтын нәрсені талқылап жүрген кезде. Не керегі бар ол сізге? Не керегі бар? Уақытыңыз бен энергияңызды одан қайта пайдалы нәрсеге жұмсаңыз. И все. Өте дұрыс айтасыз. Ақша дүние жүрекке түсіп кетпеу керек. Бұл өмірге біз тек қана сынақ үшін келдік. Барынша ізге амал жасап үлгердік. Дұрыс айтасыз. Бәрекелді міне. Түйсік деген біздің періштелер емес пе дейді. Жоқ. Періштелер ол бөлек. Түйсік бұл сіздің ішкі жан дүниеңіз. Жан дүниеңіз. Жаныңыз. Жүректен келетін сезім, жүректен келетін сөз, жүректен келетін белгілер. Жүрегіңіз сезіп тұрады ғой бір нәрсені, осы қазір ана адам кеп қалады-ау дедіңіз ба? Сол сіздің түйсігіңіз сізге айтып жатыр сыбырлап. Немесе бір адам келеді, жаңағыдай берші, қарыз ақша берші деп. Түйсігіңіз айтады, берме оған ақшаны, ол қайтармайды дейді бәрібір. Егер берсең, мәңгілікке бер дейді. Сосын бере саласыз. Ол айтады, міне бір аптадан кейін қайтарам дейді. Бір апта емес, бір жыл өтеді, жоқ сол ақша. Алла нұр жауып жатыр. Микаэль періште дейді. Жаңбыр жауып ма сіздерде? Тамаша, тамаша. Так. Ахметбек Нұрсилла аға партия ашам дейді. Ойыңыз қалай дейді. Мейлі аша берсін. Алланың қалауымен жаудырды жаңбырды. Иә. Сіз түске сенесіз бе дейді. Түс бұл керемет дүние. Бізде деп ғой жалпы. Пайғамбарлардың ішінде 100 пайғамбар түс жору қабілеті берілген 100 пайғамбарға. Юсуф дейді.
өте сымбатты, өте әдемі пайғамбар болған. Ол пайғамбарға әйелдер қараған кезде не істеп қойғанын білмей қалады екен. Бір нәрсені турап жатып, саусақтарын турап жүрген ғой, оның жүзіне қарап, мәссаған, мынау періште ғой деп ше. Жүсіп пайғамбарға бүкіл әлемнің 3-тен 2 сұлулығы берілген дейді. Қателеспесем. Сондай сұлу болған ғой. Түс ол рас нәрсе. Ең басы түсті дұрыс жору білу керек. Сондықтан мен әрдайым айтамын шәкірттеріме, түсті 1000%-ке жақсылыққа жорыңыздар. 1000%, қандай түс болса да. Ас болсын, сіресіне шатқан болсаңыздар, бізде әлі уақыт бар. Менде зарядка 9% қапты, сондықтан мен қазір немді алып келейін, я? Powerbank'ды алып келейін. Бізде уақыт бар секілді. Күте тұрыңыздар. Түсімде аспаннан Құран кітаптары ашылып, әр әрпі нұр болып жатыр дейді. Жақсы ғой, сізде менің ойымша рухани дүниеңіз кеңейіп ашылып жатыр деген сөз. Ошын Powerbank таппадым. Қазір мен неге қосайын? Не деуші еді? Розетке қосайын. Ол үшін мен мынаны жылжытып апаруым керек. Мектептің полын жуып жүрмін. Паутинаны жерге түсіріп жіберіп едім, атқылап жерге пауықтар шықты. Не екен дейді. Пауықтардың несі ғой, балапандар ғой. Түсімде күректі менің жақсы көретін адам алып кетті дейді. Сосын үнемі түсімде шатарда биікте жүремін. Бұл ненің белгісі дейді.
Енді қазір мен сіздердің түстеріңізге жауап берейін. Иә. Ол Юсуп пайғамбар, ол супер пайғамбар ғой. Жалпы пайғамбарлардың бәрі жақсы. Жаманы жоқ. Бәрі жақсы. Бәрі тамаша. О. Мінекей қостық. Түсте паук пен паутина көрсе не болады? Береке болады. Жолыңыз ашылады. Аффирмация бұл жақсы нәрсе. Сенуге болады. Түсті күндіз айту керек, түнде айтқанда өңімде деп айту керек. Дейді, сіздің ойыңыз дейді. Мен де сөйтіп естігем. Құран кәрімді толық оқыдыңыз ба дейді. Иә. Екі басы жылан көріпті. Жылан негізі бұл береке, байлыққа. Ары қарай жалғастырайық эфирімізді. Берекелі түн эфирі. Қазір менде ыңғайсыз болып тұр. Періштелерді айтып болдық. Не айтып берсем екен сіздерге? Араб тілінде оқисыз ба? Иә, оқимын. Араб тілінде оқи аламын, бірақ мағынасын білмеймін, сөздердің мағынасын білмеймін. Періште туралы көп қой, кітаптар көп қой. Арнайы періште туралы өте көп кітаптар бар. Оқып көріңіз. Атырауға дұғайлау сәлем. Нұрсәлі ханым. Энергия. 18 ғалам туралы дейді. Рух туралы. 58 топқа дұғайлау сәлем. Пайғамбарлар туралы дейді. Жақсы. Тамаша, екі қызымен тыңдап отырмыз. Ой, бәрекелді. Ата-бабалар туралы айтасыз ба дейді. Петропавлға дұғай сәлем. Тамаша. Карма бар ма дейді. Семейге сәлем. Кармаға сенесіз ба дейді. Карма ол не ексең, соны орасың деген сөз ғой. Не егесің, соны орасың. Жай ғана ол басқа тілдің сөзі да, негізі мағынасы бір ғой. Жақсы. Өте көп сұрақ қойылды да. Мен өзім
Енді сіздерге сұрақ, қараңыздар. Мысалы, сіз білім алып жатсыз да, әрқайсыңыз өзіңше білім алып жатсыз. Ол білімді сіз не үшін аласыз? Сізге ол не үшін керек? Және сіз өзіңіздің білім алып жатқаныңызды қайдан білесіз? Мысалы, сіз бір курс оқыдыңыз, иә? Ол курсты шынымен де оқып білім алып жатқаныңызды қалай сараптай аласыз? Қалай біле аласыз? Ақша тілеу орынды ма дейді. Біреуден ма, ақша сұрау ма? Оны сұрауға болады, сұраңыз. Сұрау керек негізі. Егер әрине керек болса. Эфир сатылады, иә. IGTV-ге сатылады. Күнде түс көру шарт емес негізі. Ол Аллаға байланысты. Атаңыз молда болған ба дейді. Білмедім ол жағын. Мүмкін бірнеше атам алдында болған шығар. Оқыған кітаптан нәтиже дейді. Курсқа қатысатын, сосын ұмытып қаламын дейді. Іске асыру, біле алмай жүрмін ғой соны дейді. Сіздің ұстазыңыз кім дейді. Білім өзімді дамытқан рухани алған білімді өзімнің өзгеруімнен білемін дейді. Өте жақсы, дұрыс. Өзіңіздің өзгергеніңізді білесіз. Орысша бола ма оқу дейді. Конечно, болады, оқыңыз. Қайда түнде ақша тілеу орынды ма? Конечно, орынды тілеңіз. Ақша тілеңіз. Бәрін тілей беріңіз. Міндетті түрде тек рухани байлық емес. Рухани байлық, материалдық байлықты тілеңіз. Салихалы ұл тілеңіз. Салихалы қыз тілеңіз. Ілім, білім тілеңіз. Абырой тілеңіз. Тілей берсеңізші, жақсылықтың бәрін тілей берсеңізші. Дұрыс. Өмірде білім не үшін аламын? Өмірімде олап, сабағын алып, сақтан жеңіл өту үшін. Өте жақсы. Өте жақсы жауап. Практикада жеміс көру арқылы шығар. Әруақ туралы айтасыз ба дейді. Әруақ. Рухты ұлық қасиет туа біте ме? Ұстаз. Рухтылық қасиет туа біте ме дейді. Қандай мағына деп жатсыз? Рухтылық дегенде қандай мағынада ол? Алған білімді өмірде пайдалану үшін алған білім көбейгенін ойдан білуге болады деп ойлаймын. Бәтеңке не бау керек болса сұра дейді Алла. Дұрыс. Періштелер бізге қай жағынан көмектеседі дейді. Періштелерді Алла Тағала адамзатқа қызметші ретінде жаратып қойған. Бір адамның өзінде бірнеше періштелер қызмет етеді. Оң жағынан, сол жағынан қорғайтын періштелер бар. Алдыңыздан, артынан қорғайтын періштелер бар. Сіздің оң иықта, сол иықта отырған періштелер бар. Аузыңызда бағып отырған періштелер бар. Өте көп періштелер адамда. Ұйқым келіп тұр, қалай ұйықтамауға болады? Ұйықтаңыз, ұйқыңыз келсе. Түсімде аспанға шығып жүрмін, айтыңызшы дейді. Өзіңіз жорсаңызшы. Жақсылыққа жорыңыз болды. Мен сіздің қасыңызда мәңгі болмаймын ғой. Уақытымыз бітуге сәл-ақ қапты. Олай болса, бәріңізге көп рахмет, Алла разы болсын. Қадір түнінде жасаған ғибадаттарыңыз, жақсы амалдарыңыз қабыл болсын, Құдай қаласа. Сіздермен болған Бақытты Байқуат адамның рухани ұстазы, оратор, мотиватор, психолог Алмас Ақын. Сау болыңыздар.